Күнде маш күнде ойым, ұйқылы мүлде қойдым. Бұл Америка бізден алыстай, сонда да футбол көремін қалыспай. Ай жұлдыз жарық, оянсын фанат, баршаға ортақ бұл чемпионат. Фон Тим, чемпионат баршаға ортақ. Бүгін Ташкент құшақ ашып біздерге, көрші болған қазақ дейтін ізгелге. Бауырлардың сапынан, бүкіл елдің атынан Өзбекстан сәлем бердім сіздерге. Португалия, Колумбия, Конго бар. Өзбекстанның алар орны төр болар. Қарсыластар тұтсаңдар, плей-оффқа шықсаңдар, Қазақстанның ақ тілегі сол болар. Екі елде құрметтеуге лайық, қуанышта бет көрісіп тұрайық. Ал ендеше бұл жерден влог жасап сіздермен Ташкентті бір аралап шығайық. Қадірмен достар, сонымен Бунеткор стадионына келдік. Бұл жерде атмосфера өте керемет, жанкүйерлер өте көп, шамамен 8-9 мыңға жуық жанкүйер бар. Ассалаумағалейкум Өзбекстан, ассалаумағалейкум Ташкент. Әлем чемпионатына тұңғыш рет жолдама алған Өзбекстан құрамасының Колумбия құрамасымен матч қарсаңында біз бүгін арнайы Ташкентке келдік. Өзбекстан жұртшылығы бұл чемпионаттан қандай нәтиже күтеді және дайындықтары қалай, сол жайында білетін боламыз және Ташкенттің ең көрікті жерлерін аралайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз тұрған жер тәуелсіздік алаңы деп аталады. Өзбекше мұстақилық майдан екен. Өйткені 91 жылы Өзбекстан 1 сентябрь күні өзінің тәуелсіздігін алған, 31 август күні Қырғызстан алған тәуелсіздігін, ал 16 желтоқсанда біз Қазақстан ең соңынан асықпай алғанбыз. Және бір байқасаңыздар, біздің Қазақстан елтаңбасында қыран бүркіт тұрады ғой. Ал бұларда хумо деген құс бейнеленген. Ана жерде де хумо бар. Бұл хумо осы еркіндіктің, сондай бір азат құстың белгісі екен. Және осы хумо құсының құрметіне біраз нысандардың аттары қойылған. Мысалы, біз футзал көріп жүрген, үлкен бокс кештері болып жүрген Хумо арена деген сияқты жерлер бар. Ары қарай тамашалаймыз. Мына тұрған Әмір Темірдің ескерткіші, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл тек қана Өзбекстан мен Қазақстанға ғана емес, жалпы Орта Азияға танымал тұлға. Өйткені бір кездері Ауған, Ирак, Иран, Өзбекстан, Тәжікстан, Қазақстанның басын біріктіріп, бұл кісі Темір империясын құрған. Және бірнеше нысанда салдырған. Оның астанасы Самарқанд қаласы болған. Және біздің Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі салдырғанда осы кісі, ойлаңыздаршы, қаншама ғасыр бұрын салынған ғимараттар әлі күнге дейін сапасын жоғалтпай мықты күйінде тұр. Қазір құрылысшылар ондай гарантия бере ала ма, бере алмай ма білмеймін. Ақсақ Темір салдырған құрылысты аяқ қолы бүтіндер сала алмай жүрген осы ғой. Осылай Ташкенттің төрінде қасқайып Әмір Темір атамыздың ескерткіші тұрғанына біз қатты қуанып қалдық. Ташкенттің палауы әр адамның қалауы. Жалпы бұл жерге келген адамдар, осы қалаға келген адамдар. Енді Бешқазаннан тамақ ішпей кетпейін жарын ешқайсысы да. Бұл жердің бір ерекшелігі, қазанның барлығы да елдің көзінше пісіріледі. 5 қазан бар, үлкен-үлкен. Сол жерде палау жасап, осы жердегі адамдарға таратылады. Осы жердің бір тыныс-тіршілігімен сізде таныстырайық, адамдарды көрсетейік, осы жердің атмосферасын көрсетейік. Қысқасы Бешқазанға қош келдік.
қазір пловқа қарап, мына палауға қарап ойланып отырмын да. Бұл жақта жалпы ұлттық тағам бұл. Және той болатын күні кез келген тойдың алдында, той кешке болса, таңғы сағат 7-8-де палауға адамдар шақырады екен. Бір ерекшелігі ер адамдар бөлек отырады, және әйел адамдар бөлек отырады деген сияқты. Осындай дәстүрлер бар. Енді былай қарап отырсаң, әдемі енді әр елдің дәстүрі әртүрлі ғой. Сондықтан бүгін бізде сол дәстүрден айнымай плов жеуге келдік, ас болсын. Қадірмен достар, біз Ташкенттеміз. Тура қазір түскі асты ішіп болып отырмыз. Біздің қасымызда Рахматулла Хамзаев отыр. Бұл кісі Аббосбек Файзуллаевпен кезінде жұмыс істеген, көптеген бапкерлерінің бірі болған, жарыстарға алып барған. Және Рахматулла ака, жалпы Өзбекистан Колумбия матчына қандай болжам айтасыз? Xohlasa O'zbekiston menimcha birinchi o'yin sal qiyin bo'ladi. Biz kamida durang kutyapmiz. Agar nima deydi, birinchi o'yinda ko'p kuchli ham hozir ko'ryapmiz jahon chempionatida. Ko'p kutilgan, masalan, g'alaba qozonadi degan, mana Gollandiyalar Yaponiya bilan necha o'ynab qo'ydi. Hamma yutadi deb turadi. Ya'ni shunaqa sensatsion bo'lishi mumkin. Biz 1-0 ga yutishimiz ham mumkin. Kamida 1-1 kutyapmiz. Аббосбекті кезде енді жарыстарға алып барған екенсіз Малайзияға. Осы Аббосбек гол ұрса ше, сөйлестіңіз бе, жалпы сәттілік тіледіңіз бе? Abbosga Xudo xolasa omad tilaganmiz, tilaymiz, komandamizga ham baliq qilib turamiz. Da Abbos vaqtida nima deydi, xalqaro maydonga birinchi men bilan chiqqanda, Malayziyaga turnirga olib borganman. O'z treneri Mixaylan Dmitriy. Paxtakorda ularning birinchi treneri, men Olimpik komandasining nima deydi, treneri bo'lganman shunda. Bizda borgan. O'ta talantli futbolchi. U yoshligidan talant. Mana shu Toshkentga tog'asi Qahramon degan tog'asi bordi, o'shalar olib kelib o'zi uyida qarab, inglizchalarga o'qitib, Paxtakor akademiyasiga ular olib kelgan. O'sha tog'asining katta mehnati bor, shu Abbos bo'lishida, qolaversa Dmitriy Anna katta xizmati bor mana shu. Енді Колумбияға қарсы Өзбекстан құрамасы гол салатын болса, кім гол салуы мүмкін? Аббосбектен басқа. Шамурадов ба? Shomurodov yoki Ostondan ham kutyapmiz, Oston O'runov. Xudo xolasa. Мінекей, бүгінгі матчымыздың болжамы осындай. Ассалаумағалейкум, ағалар, Ташкентке қош келіпсіздер. Футбол сүйер қауым, ертең әдемі бір ойын болады. Өзбекстан құрамасы әлем чемпионаты шыққанмен барша осы қазақ елін, өзбек елін, осы Азиядағы барлықтарға құтты болсын дейміз. Ертеңгі жалпы Колумбиямен ойынға мен өзім пікірім 2-1 есебімен Колумбия жеңеді деп ойлаймын, мен өзім пікірім осылай. Ішімізден қалаймыз енді, өзіміздің не дейді, Өзбекстан құрамасы жеңіске жетуін қалаймын, бірақ реальный көзбен қарағанда қиын. 34 жылдық Өзбекстанның арманы ғой енді негізінде. 34 жыл арманына ерісіп, осы футболдан әлем чемпионы шығып отыр. Бізде де жақсы жігіттер бар, ойын бар, главный. Но физически қиын. Бізде сол жаңа 70-ші минутқа дейін бірдеңке істесек болатын шығар. 70-тен кейін физически қиналады деп ойлаймын балалар. Енді менің ойымша тарихи бір ұпай алынуы тиіс, тарихи бірінші гол салынуы тиіс. Осы екеуін көріп алайық, содан кейін басқасын айта жатармыз. Мысалы, кеше Кюрасао құрама командасы Германия қақпасына гол соқты да әлем чемпионатын жеңгендей қуанды ғой. Тура сол секілді өзбек ағайындар да қуанса, ертең Колумбияға гол соқса, салют атсақ, бір-бірімізге плов шашып, сорпа лақтырсақ, самсамен ұрсақ деген ойымыз болып тұр осы жерде. Xudo xolasa, birinchi o'yinda Kolumbiyaga qarshi Eldor gol uradi, Xudo xolasa. Shomurodov. Keyin Abbosbek Fayzullayevdan Xudo xolasa kutaman. Хусановта гол соғуы мүмкін ғой, угловойдан көтерген доптарға баспен таласатын болса. Husanovda o'zi aslida unaqa bombardiyorlik nimasi yo'q-da. O'shaning uchun ko'p. Бірақ қорғанысқа жақсы ойнап берсе болды. Обязательно. Қазір біздің келіп тұрған жеріміз бұл Төле би атамыздың жатқан жері. Иә, Төле би атамыз Ташкентте жерленген. Бұл кісі тек Қазақстан, Өзбекстан ғана емес, жалпы Орта Азияға танымал тұлға болған, өйткені 1700 жылдары Тәуке ханның тұсында мемлекеттің ісіне тікелей араласып, және жеті жарғы деген біздің дәстүрлі қазақ заңының шығуына себепкер болған тарихи тұлға, мемлекет қайраткері. Және Төле би атамыз өмірінің соңында осы өсиет қылып қалдырған екен. Егер мен өмірден өтсем, мені міндетті түрде Ташкентке желіңдер деген екен. Неге? Өйткені ол кісінің рухани ұстаз болған атақты әулие Шейх Хаванды Тахур деген кісі осы жерде жерленген, сол рухани ұстазының қасына жерлену өсиет қылып қалдырған екен. Енді мен сіздерге бір жазуды көрсетейін мына жерге. Бұл жерде осы Төле би атамыздың
жалпы осы кесенесін, осы жердің мавзолейін тұрғызуға бірден бір себепкер болған адам біздің қазақстандық архитекторлар да бар бұл жерде. Атақты біздің елтаңбамыздың авторы Жандарбек Мәлібековтің де осы жерде қолтаңбасы қалдырылған және ұстаздың да есімі жазылған. Айтпақшы, біздің Төле би атамыздың екінші аты бар, бұл Қарлығаш би деп аталады. Енді аңыздарға сенетін болсақ, кезінде жаугершілік заманда бәрі үйлерін тастап бұзып қашқан ғой жаңағыдай. Сол кезде Төле би атамыз Қарлығаштың ұясы болғаннан кейін өзінің үйін бұзбай тастап кеткен екен. Бұны көрген тіпті дұшпан жауларының өзі Төле бидің құсқа деген, жалпы осы табиғатта тіршілікке деген сүйіспеншілігі, махаббатын көріп, оның үйіне тиіспеген дегенде ақпараттар бар. Міне осылайша біздің Төле би атамыз тек қана би ретінде ғана емес, тарихта сондай табиғатты құрметтейтін ерекше жанашыр адам ретінде қалған. Қадірмен достар, сонымен біз келесі бір локацияға келіп отырмыз. Сіздерге бағадан бері Бек барлығын түсіндіріп айтқан шығар. Ал бұл келесі локациямыз Ташкент Сити Молл, Сити Парк деп аталады. Жалпы негізі аймағы үлкен парк, бүкіл туристер жыл сайын келіп жатқан, ағылып жатқан туристердің барлығы да осында келеді міндетті түрде. Өткен жылы Өзбекстан Қатар арасындағы матчта Өзбекстан құрама командасы әлем чемпионатына, мундиалға жолдама алған кезде біз де журналистер болып осында келіп қыдырған едік. Одан бөлек біз сіздерге айта кетуіміз керек, Өзбекстан Колумбия арасындағы матчты барынша сіздерге эмоциясымен әдемілеп көрсету болатын. Сонымен қатар сұхбаттар, неше түрлі эмоциялар біздің осы Фонтим арнамызда болады. Сіздің ең алғаш әлем чемпионатыңыз неше жасыңызда көрдіңіз? Енді 98 жылы көрдім. 94 жылы көргендерім бұлыңғыр, есімде жоқ. Ол черно-белый телевизор бар ғой, плоскостьпен алған. Сонда еді, оны мен айтпай қояйын. Бірақ ол тұзды саналмайды онда, иә? Ол саналмайды, мен есімді білмеймін ол кезде. Бірақ 98 жылы Амангелді Сейітхан ағамыз жүргізген кезде мен оны көрдім. Және әр матчтың, мен саған айтайын бар ғой, 3 күн сайын болады ғой. Иә. Сол кезде бүкіл матч көрсетпейді ғой ол кезде. Таңдап 3 күн сайын бір матч көрсетеді, топ матчтар. Сонда Хорватия матчын қайта-қайта көре бергенбіз ғой. Және 19 минутынан бастап көргенмін бүкіл матчта. Неге 19? Неге дейсің ғой? Неге? Тура сол кезде ана басқа телеарнадан, Қазақстан телеарнасынан Даллас деген сериал бітеді. Юинко аялдар тұрады. Боб деген, Памела деген қыздар бар. Сол сериал біткен кезде ана апамдар, жеңшелер бәрі бір үйге барып көретін, цветной телевизор етін. Сөйтіп сол сериал біткеннен кейін футболға ауыстыратымыз. Жаңа футболдың 19 минуты. 19 минут. Сол бүкіл матчтың бәрі 19 минуттан басталады, иә? Оны 19 минутқа шейін салған голдарды мен білмеймін. Сізге қарағанда мен бақытты екен, мен 1 минуттан бастап көрдім алғашқы әлем чемпионатында. Ол 2006 жылғы Матерадзе мен Зидан ғой, енді бәрінің есінде қалғаны. Ал сіздердің алғашқы әлем чемпионаттарыңыз қайсысы? Және есіңізде қалған матч, иә. Сол көрген матчтарыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер. Өзбекстан үшін енді бірінші матч, бұл тарихи матч, Колумбияға қарсы өтеді. Колумбия бұл түсінікті, тегеурінді мықты команда, фаворит. Бұл да Өзбекстан футболының тарихында ең алғашқы алтын әріппен жазылатын матч. Әлбетте. Колумбия. Біз сол матчты көруге, Бек екеуміз Ташкентке келді. Күн ыстық болғаннан кейін мінекей балмұздақ жеп. Мороженое. Қадірмен достар, сонымен Бунеткор стадионына келдік. Бұл жерде атмосфера өте керемет, жанкүйерлер өте көп, шамамен 8-9 мыңға жуық жанкүйер бар, бірақ дәл қазір халықтың көбісі наразы, өйткені монитордың состояниесі қазір шын айтқанда көңіл көншітпейді. Кеше түнімен келіп, соны қосып жөндеп қоюға болады еді ғой. Адамдар нормальный футбол көру керек қой. Ұйымдастыру нашар болып тұр осылайша. Енді ұлттық құрама, Америка құрама штаттарында жақсы, керемет жағдайда жатқан шығар, бірақ мында Өзбекстандағы жанкүйерлер Бунеткор стадионына келіп тамаша футбол көре алмай жатыр. Өкінішті әрине. Сосын бір айта кетерлік, андай вау ойын болып жатқан жоқ негізінде. Екеуі де жабылып ойнап жатыр. Енді Колумбия шама келгенше ашуға тырысып жатыр, шабуылдар жасап жатыр. Бірақ білмеймін, Өзбекстан
Хусановты жолтыға отырғызса оның үстіне сәл қиын болып жатыр енді. Білмеймін, қазір көреміз қалай болады. Ойынның 40-ші минутында Колумбия есеп ашып кетті. Қазір Буниткор стадионындамыз ғой енді. Бұл стадионға қанша мың адам келіп отыр. Қараңыздаршы, бұның барлығы да Өзбекстан деп отыр ғой. Бір гол салынды, негізі тып-тыныш болып қалды жаңа. Енді көреміз. Кеше Конго Португалияны тоқтатты ғой, енді ойлаймын. Өзбекстан да Колумбияны неге тоқтатпасқа шамасы жетеді ғой. Міне, екінші таймда басталып кетті қазір Өзбекстан мен Колумбия арасындағы матч. Енді бірінші тайм мен екінші таймда Өзбекстанды салыстыратын болсаңыздар, екінші таймда ойын бар. Және жанкүйерлерді қарасаңыздар, қолдаған үстіне қолдап жатыр, негізі сенеді Өзбекстаннан қазір бір қауіп шабуыл, бір гол болып қалды әбден мүмкін деп. Өзбекстан құрамасы гол соқты. Ойынның 60-шы минутта есеп теңесті. Ойынның 60-шы минутында есепті теңестірді қазір. Бүкіл Өзбекстан қазір қуанып жатыр. Тек Өзбекстан емес, бәріміз қуанып жатырмыз. Қазір тағы бір гол соқса, немесе осы есеп сақтап қалса деген тілек бар. Алға Өзбекстан! Жаңа ғана қуанғанымыз ғой ойынның 60-шы минутында. Өкінішке орай 65-ші минутта Луиш Диас гол соғып кетті. Есеп 2-1. Мынау халықтың қуанышы су сепкендей басылды, бірден басылды. Бірақ үміт үзбейміз, қазір көреміз. Уақыт бар әлі, жарты сағат уақыт бар. Қазір ойынның 90-шы минуты, мына 90-шы минутта бір өте қауіпті сәт болды. Мозговой тепкенде қақпадан сәл ғана қиыс кетті. Бүкіл стадион орнынан тұрып кетті қазір осы Мозговой соққы жасаған кезде. Халық орнынан тұрып кетіп қалған жоқ. Соңына келіп отыр. Алғашқы әлем чемпионаты алғашқы ойыны. 8 минут уақыт қосылды. 8 минут. Тура мені видео қосылды, гол соқты ғой. 90+8-ші минут, соңғы секунд қой негізі сықыршылап кетіп тұрған. Өзбекстан 3-ші голын жіберді, құрметті ағайындар. Бір үміт бар еді, кішігірім бір есеп теңестіре ма деген. Мынау ауыр соққы болды енді. Қадірмен достар, сонымен Фон Тим YouTube арнасында шыққан біздің осында видео шолуымызға кім керемет әдемі комментарий жазады Өзбекстан құрамасының жалпы әлем чемпионатына шыққаны туралы, және біздің мына Буниткор стадионынан жасаған, жалпы Өзбекстан Ташкенттен жасаған видеоблогымызға керемет пікір жазса, соның жеңімпазын келесі жолғы видеоблогымызда айтатын боламыз, және оған қандай жүлде дейсіз ғой? Мінекей Өзбекстан құрама командасының жейдесі автографтарымен. Мынандай жейдені негізі ақшаға іздесең таппайтын жейде, сондықтан осы жейдені Қазақстанға арнайы алып келемін, мен табыстап беремін. Сондықтан осы видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ал біз сіздерді осындай керемет контентпен қуантуды одан ары қарай жалғастырамыз. Құрметті достар, Ташкентке сапарымыз осымен аяқталуға жақын. 4 күн, 5 күн болды, қаншама эмоция сезіндік, қаншама дүниелерді көзбен көрдік. Жаңа стадионда отырып, атмосферасынан армандап кеттік шыны керек. Бізде ертең осылай жаһан майданына шығып, бізде осылай қолдау беріп отырсақ деп. Ереке, өзіңізге қалай болды сапар? Астана аренада тура осылай жасауға болады екен. Мен бәрін есептеп қойдым. Ақшасы, сметасын бәрін есептеп қойдым. Концерт дайын. Тек қана бір ғана проблема, Қазақстан құрамасы шығу ғана қапты. Сол ғана қапты. Енді осындай эмоцияларды бірге сезінуіміз керек. Сондай болады деп ойлаймыз. Европа арқылы шығамыз. Колумбия секілді командаларды біз ұта бастаймыз негізі. Шығып алайық бірінші бірақ. Шығамыз. Бірақ өзбектер енді керемет ойнады. Оны мойындауымыз керек. Бірінші матч барын салды. Сарғағазды да алды. Хусанов та күшті ойнады. Шамурадов бар. Бәрі мықты ойнады. Керемет менің ойымша. Өзбекстан жанкүйерлері бүгін қуану керек, бүгін тойлату керек. Бірінші тарихи гол салынды. Алғашқы гол, алғашқы матч бар, алғашқы әлем чемпионаты бар, барлығы бар. Ендеше, құрметті көрермендер, біз осылайша бүгінгі шығарылымды аяқтай берсек болады. Ең бастысы, ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, арнамызға жазылып қойыңыздар. Біз ертең Португалиямен ойын қарсаңында тағы да Ташкентке келетін боламыз. Сондықтан да біздің парақшадағы видеоларды жіберіп алмай, барлығын қарап отырыңыздар. Аман, сау болыңыздар. Көріскенше. Күнде маш күнде ойын, ұйқылы мүлде қойдым. Бұл Америка бізден алыстай, сонда да футбол көремін қалыспай. Ай жұлдыз жарық, оянсын фана.
баршаға ортақ бұл чемпионат. Фон Тим. Чемпионат баршаға ортақ.